ата-бабамыздан бері жеткен өмірлік тәжірибелер бар. Әрбір сөз даналықтың сөзгісінен өткен, әрбір өсиет талай тағдырдың сабақтарынан туған. Жақсы сөз жарым ырыс деп бекер айтпаған. Бірақ кез келген мұңды, сырыңды әркімге айта берудің де өз қиындығы бар екенін қарттарымыз жиі ескерткен. Көне көз әжелер, мұңды адамға айтсаң жеңілдерсің, бірақ кімге айтқаныңды ұмытпа деп отыратын. Өйткені сенің шеріңді тыңдап, ақылын айтатында адам бар. Оны сыртқа жайып, сенің әлсіздігіңді әңгіме ететін де адам бар. Сондықтан мұңды бөлісетін жанды таңдауда үлкен сақтық қажет. Жақсыға айтсаң жаныңа медет, жаманға айтсаң арыңа әдет. Сырыңды сақтай білмесең, өзіңді сақтай алмайсың. Құпияны ашқан, кілтін жоғалтқанмен тең. Бұл сөздер адамның өз сырын, мұңын кімге сеніп айту керектігін үйретеді. Өмірдің тәжірибесі не дейді? Көп жылдық ғұмыр көрген қариялар, әр адам сенің қайғыңды көтере алмайды. Біреу саған жанашыр болса, мұңыңды жеңілдетеді, ал біреу өз пайдасына жаратуы мүмкін. Сондықтан мұңды айтпас бұрын ең алдымен жүрегіңе үңіл. Шынымен бөлісу керек пе? Әлде сабырмен жеңе аласың ба? Соны ойлан деп насихат айтқан. Жақсы мен жаман айырмасы. Жақсы адам сенің сырыңды сыр қылады. Жаман адам сырыңды жар қылады. Жақсы тыңдаушы көңіліңді жұбатады. Жаман тыңдаушы әлсіздігіңді еске салып, жүрегіңді жаралайды. Жақсы дос сыр сақтайды, жаман дос сыр шашады. Диуана әжелер, балам, мұңыңды айтқың келсе, алдымен Аллаға айт. Содан соң жүрегіне иман ұялаған адал жанға айт. Өйткені мұң жүректің жүгі, оны екінің бірі көтере бермейді деп жиі айтып отыратын. Ұрпаққа өнеге болар түйін. Мұңыңды айтпас бұрын ойлан. Сен оны жеңілдеткің келе ме, әлде жай ғана шағымданғың келе ме? Кімге айтсаң да сенің сөзің, сенің тағдырыңның бір бөлшегі. Мұңды орнымен бөліс, ол саған жеңілдік әкеледі. Ал орынсыз айтылған мұң артық салмақ болады. Жақсыға мұңыңды айт, шипа табарсың. Жаманға айтпа, жапа табарсың. Сыр сақтай алмаған сырлас бола алмайды. Сабыр мұңның емі. Біреуге мұңыңды айтпас бұрын онаны біл дегеніміз тек қана құпия сақтау емес. Бұл үлкен өмір мектебі. Бұл ұрпаққа өз жүрегіңді, өз ар-намысыңды қорғауды үйрететін өсиет. Өйткені сөздің де, сырдың да салмағы бар. Мұңыңды айтпас бұрын тыңдаушының жүрегін таны. Жақсыға айтқан мұң ем, жаманға айтқан мұң кем. Сырыңды сақтай білсең, абыройыңды да сақтайсың. Мұңды бөлісер адамды емес, мұңды жеңілдетер адамды істе. Көпке айтқан мұң ертең өсекке айналады. Мұңды тыңдай алмаған сенің жан дүниеңді де түсінбейді. Сырды ашу, жүректі ашу. Жүректі ашсаң, қорғансыз қаласың. Жақсы дос мұңыңды жұбатады, жаман дос мұңыңды сынайды. Әрбір мұңды айтуға болмайды, әрбір жүрекке сенуге болмайды. Мұңын ашқан, жанын ашқан. Бір ауыз мұң сенің әлсіздігінің куәсі болуы мүмкін. Мұңыңды көтер алмағанға айтсаң, өзіңді де ауыртатындай боласың. Мұңды бөліс, бірақ орнымен, адамын тапсаң ғана. Мұңға сабыр қоса білмесең, ол саған сабақ болмайды. Жүрегіңді жұбатпаған сөз шын мұңдас емес. Жақсыға айтқан сыр, жүрекке құйған нұр. Сыр сақтай білген сенімге лайық. Мұңыңды ақылдыға айтсаң, ақыл табасың. Ақмаққа айтсаң, қасірет табасың. Өмірлік сабыр айтылмаған мұңның ішінде. Мұңсыз адам жоқ, бірақ әркім мұңын қалай жеткізуді өзі біледі.
Сөзіңді тыңдай алмайтынға мұңыңды жүктеме. Көңілі тар адамға айтқан мұң жан дүниеңді одан сайын қинайды. Мұң арзан сөз емес, оны кез келген құлаққа төге берме. Сені түсінбеген адамға айтқан мұң бос әңгіме ғана. Мұң жүректің жүгі, оны көтерер иықты таңдай біл. Кімге мұң артқаныңды білмесең, ертеңгі күніңді де білмейсің. Мұңды жеңілдететін шын жанашыр. Ашу үстінде айтылған мұң жүрекке жара салады. Мұңды кімге айтқаның сенің кімді бағалағаныңды көрсетеді. Шын мұң үнсіздікте сақталады. Мұңды дұрыс адамға айтсаң, сенің сабырыңа серік болады. Ар ұятын сақтай алмаған адамға мұң айту өзіңді қор қылу. Мұңға сенімді жүрек керек, өсекке жеңіл тіл керек. Көп алдында айтылған мұң қадіріңді азайтады. Мұңыңды түсінбеген жан қуанышыңды да түсінбейді. Сырды жүрекке түйген абзал, мұңды сабырға түйген абзал. Мұңын сатпаған абыройын жоғалтпайды. Мұңыңды бөліскен жанның пейілі кең болмаса, сенің сырың соның мазағына айналады. Сыр сақтай алмаған сенімге лайық болмайды. Сырды ашу, жүрегіңді ашу, ал жүрек ең қымбат қазынаң. Сырыңды сеніп айтқан жанға абай бол, ол сенің әлсіздігіңді ұстайды. Сырын шашқан абыройын да шашады. Құпия адамның намысы, намысты қорғай білмеген сырды да қорғай алмайды. Сырды сақтай білу парасаттылықтың белгісі. Сенім сыр сақтай білуден басталады. Сырын ұстай алған жан өмірдің сырын да ұстай алады. Сыр аманат, аманатты қорғай білмеген адамдыққа жат. Сырдың кілті сабырда. Сыр ашу сенім беру, ал сенімді бағаламаған адам сенің дұшпаның. Сырды жүрекке түйген дұрыс, өйткені әр құлақтың ниеті бірдей емес. Сыр сақтау достықтың өлшемі. Сырын жария қылған өз қадірін жояды. Бір сырды сақтай алмаған мың сырды ашып қояды. Сыр сақтай білу үлкендерден қалған ең асыл қасиет. Сырыңа берік адам, бауырыңа да берік. Сыр достықтың сынағы, сырды сақтай алған достықты да сақтайды. Сырыңды сатпа, сырын сақтаған өзін сақтайды. Сырын жоғалтқан өзін жоғалтқанмен тең. Сыр ашқан адам өз қолына қару ұстатқанмен бірдей. Сырды сақтамағанның сөзіне сенбе. Сырды сыйлай алмаған адам сенің өміріңді де сыйламайды. Сырды ашу оңай, сақтап жүру қиын. Сыр сақтау, өзіңді ұстау мәдениеті. Сырыңды сақтай білу даналыққа қадам. Сырды жүрегіне түйген жан сенімнің асыл қазынасын сақтағанмен тең. Сырыңды тыңдағанның бәрі сенің жанашырың емес. Сырды сақтау адамдық, сырды шашу азғындық. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.